Сәлем достар, отбасы психологиясы каналына қош келдіңіздер. Лүпіл басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда сізді өте пайдалы және де қызықты видеолар күтуде. Рахмет. Махаббатымызды білдірудің 5 тілі. Әрқайсымыз сүйіспеншілігіміз бен мейірімімізді өз жолымызбен білдіреміз. Біреу пайдалы немесе сәнді сыйлықтар береді. Біреу сүйікті уақытын жұмсаудан өкінбейді, ал біреу жылы сөздер айтады. Сіз махаббат тілдерінің қайсысымен сүйіктіңізбен тілдесесіз? Кейде ерлі-зайыптылардың өмірі үздіксіз түсініспеушіліктерге негізделген сияқты. Ал ерлер мен әйелдердің қарым-қатынасы бір-бірін естімейтін саңыраулардың диалогына ұқсайды. Неліктен сүйіспеншілікке толы екі адамға өзара түсіністік табу қиынға соғады деген сұрақ туындайды осы жерде. Махаббаттың 5 тілі. Сіздің серігіңізге сүйіспеншілігіңізді қалай білдіруге болады атты кітаптың авторы Гарри Чепманның айтуынша, біз жақындарымызбен әртүрлі махаббат тілдерінде сөйлесеміз. Ол адамдардың сүйіспеншілігін білдірудің 5 әдісін, 5 махаббат тілін анықтайды. Біз қай тілде сөйлесетініміз бір қатар факторларға байланысты. Мысалы, тәрбиеміз, ата-анамыз, отбасының моделі, мінезінің ерекшеліктері. Біз махаббат тілін мұра етуге бейімбіз, оны түсіндіруге дағдыланамыз және жауап ретінде бірдей түсінікті махаббат формулаларын күтеміз. Егер сіздің серігіңіз мүлдем басқа махаббат тілін ұстанатын болса, егер біз оның сүйіспеншілігімізді сезінуін қаласақ, ол туралы оған түсінікті тілде айтуымыз керек және де серігіміздің тілін де таба білуіміз керек. Махаббаттың 5 тілі. Махаббаттың 1 тілі. Сөздер немесе жылы сөйлеу. Қарапайым шынайы қолдау және мадақтау сөздері. Бұл біздің көпшілігімізде жоқ нәрсе. Балалық шағында жеткілікті түрде мақталмаған адамдар серіктесінің оларды бағалап, құрметтеп қана қоймай, бұл туралы ашық айтуын, айта білуін өте қажет етеді. Сонымен қатар, біз бәріміз мезгіл-мезгіл табысқа жете аламыз ба деп өзімізге күмәнданамыз. Жақын адамның қолдау сөздері жігерлендіріп, сенімділік бере алады. Біз қалаған нәрсені бастауға итермелейді, бірақ бізде әлі батылдық жоқ. Махаббат жылы сөздер тілінде сөйлейді. Сүю, бұл кешірім сұрай білу және мен сені кешіремін деп айта алу. Сонымен қатар, мысалы, барлығын әйелі тамақ дайындап жатыр, ал сен не жасауды ұмытып кеттің бе? Деген сөздің орнына, жаным, мен сенің бәлішіңді қатты жақсы көремін, сен соны тағы да дайындап берші деп айтсаңыз, керемет болушы еді. Есіңізде болсын, сөзбен айтқанда жай сөз ғана емес, қалай айтатынымыз да өте маңызды. Бір сөйлемді мүлдем басқаша айтуға болады. Махаббаттың 2 тілі. Уақыт. Біреумен уақыт өткізу, оған толық көңіл бөлу. Уақыт бұл ең құнды ресурс. Біз оны басқа адамға ақысыз бергенде, біз онымен бірге өміріміздің бір бөлігін өзімізді береміз. Бірге болу және жақын болу бұл әртүрлі нәрсе. Бірге бұл бір-біріне қарау, сөйлесу, есту, түсіну. Ал диванға жақын отыру және теледидар көру, таңғы ас кезінде газет оқып немесе компьютерге тығылып сөйлесу сияқты емес. Махаббаттың 1 тілінен түбегейлі айырмашылығы неде? Сөз тілінде серігіңізге оның қаншалықты құнды екенін айту маңызды. Уақыт тілінде оны тыңдау, түсіну, сезіну маңызды. Серігіңіз өзінің қиындықтарымен, ойларымен, бір күнде болған оқиғалармен бөліскенде, біздің алғашқы импульсіміз оған кеңес беру, мәселесін шешу деген ой келеді. Бірақ олай емес. Бұл әсіресе өмірге прагматикалық көзқарасы бар ер адамдарға тән. Олар тез мезетте мәселесін шешуге кіріседі. Бірақ бұл әйелге қажет нәрсе емес, егер оның махаббат тілі уақыт бол. Ол өзінің маңызды және мағыналы сезіну үшін тыңдау керек. Оған жанашырлық пен түсіністік қажет. Сіз оны жақсы көретініңізді және оның өмірінде не болып жатқанына сенетіндігіңізді сезінуіңіз керек. Содан кейін ол өз проблемаларын оңай жеңе алады. Махаббаттың 3 тілі. Сыйлықтар. Егер сүйіспеншілік беру болса, онда сыйлықтар бұл анықтамаға сәйкес келеді. Сыйлық махаббаттың көрнекі көрінісі секілді. Мүмкін бұл тіл ең қарапайым тілдердің бірі және оны үйрену қиын емес. Сыйлықтарды сатып алуға, өз қолыңызбен жасауға болады. Бұл процесте сіз адам туралы ойлануыңыз және оны қуантуы мүмкін нәрсені таңдауыңыз маңызды. Махаббаттың 4 тілі. Көмектесу. Көмектесу бұл басқа адамға бір нәрсе жасау,
өз қамқорлығыңызды іс-әрекетте білдір. Әйелі кешкі асқа дайындалады, үйін тазалайды, ал күйеуі азық-түлік сатып алады және проблемалар туындаған кезде әйелінің көлігін жұмыс істеуге көмектеседі. Бұл одақты нығайта алатын өзара алмасу, көмектесу, күш пен уақытты қажет етеді. Егер сіз серігіңізге қуанышпен көмектессеңіз, сіз өзіңіздің сүйіспеншілігіңізді білдіресіз. Махаббаттың 5-ші тілі жанасу немесе жақындасу. Жақындау арқылы сезімдеріңіздің көптеген түстерін білдіруге болады. Нәзіктіктен, қамқорлықтан, сүйіспеншіліктен құмарлыққа дейін. Кейбіреулер үшін бұл махаббатты сезінудің жалғыз жолы. Тактильді рецепторлар бүкіл денеде орналасқан. Бұл тілге көптеген нюанстар мен мүмкіндіктер береді. Кез келген нәзік жақындасу махаббат туралы айтуға қабілетті. Ал тіпті кішкене дөрекілік немесе немқұрайлық терең қорлау ретінде көрінуі мүмкін. Бұл тілде сөйлейтін адамдар үшін серігінің құшақтасып сезінуі өте маңызды. Олар сүйіспеншілікке үрейленіп, жыныстық қатынасқа ерекше мән береді. Және егер олар оны алмаса, олардың сүйікті екендігіне күмәндана бастайды. Сонымен қатар, жыныстық қарым-қатынас сізді қатты қызықтырса, онда сіздің махаббат тіліңіз жақындасу дегенді білдірмейді. Бұл махаббат тілі әлде қайда кең және бай.